Саламатсыздар ма балалар, әдебиеттегі оқу пәні 93-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы аспан әлемін зерттеу. Бүгінгі сабақта ғарыш туралы жаңа сөздер білесің. Теңеу сөздерді табасың, өз бетінше ғарышқа қатысты сөздер жинақтайсың, түсіндіресің. Бірінші тапсырма: телескоп деген сөзді естіп пе едің? Телескоп астрономдар аспан денелерін зерттеу үшін әртүрлі телескоптарды пайдаланады. Мұның себептері өте көп. Мысалы, күнді жақсы зерттейтін телескоп қашық галактикаларды зерттеуге қолайсыз болуы мүмкін. Әдетте астрономдар нысанның тұрпатын тура білу үшін екі түрлі телескоп деректерін қолданады. Сондықтан да осында екі түрлі телескоп астрономдарға ыңғайлы болу үшін бір жерде орнатылады. Бірнеше телескоп орналасатын ғимараттар обсерватория деп аталады. Ғалам энциклопедиясынан: астроном астрономия ғылымының маманы. Екінші тапсырма: түсініп оқы. Киіз үй мен обсерватория. Киіз үй жұлдызды түнгі жайлауда обсерваториядай болады. Теңеу ойлауға кәдімгі боз үй ұядай. Түңліктен көкке қарасаң, жарқырап жұлдыз тұрадай. Мұзаппар Әлімбай. Енді осы мәтінге байланысты тапсырмаларды орындаймыз. Үшінші тапсырма: өлеңде ақын киіз үйді неге ұқсатады? Теңеу сөздерді тап. Өлеңде ақын киіз үйді обсерваторияға теңестірді. Обсерваториядай, ұядай деп келтірді. Төртінші тапсырма: өлеңді пайдаланып, суреттерді салыстыра сипаттап айт. Жұлдызды жайлау, киіз үйдің шаңырағынан жұлдыз бен ай жарқырап тұр. Киіз үйді обсерваторияға, ұяға теңеуге болады. Балалар, ғарышқа қатысты сөздерден өзің анықтамалық жаса. 4-5 сөзге анықтамалық жасау керек. Астроном астрономия ғылымының маманы. Телескоп аспан денелерін бақылайтын құрал. Ғарыш кемесі адамның ғарышта ұшуына арналған көлік. Ай, жұлдыз бұл аспан денелері. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.